Екеуі пайғамбарымызға бүкіл жаманшылықтарды осы үйден бастайтын. Екеуі өтіп бара жатып, міндетті түрде үйдегі ана кір су бар ғой, соны пайғамбарымыздың есігіне төгетін. Өтіп бара жатып, қойдың шек қарны бір нәрселері болса, ол кезде забор біздің сияқты забор емес, мынандай ғана забор болатын. Сол өтіп барып, мына жерде қазаны болса, қазаны ішінен ашып, ішіне салып жіберетін ғой. Енді қысқа ғой заборлардың бәрі. Сол кезде үйіндегі болатқан жуынды бір нәрсе болса, пайғамбарымыздың үйіне төгетін. Онымен қоймай, солардың әйелдері, бағанағы Абу Жахилдің әйелі, ол да пайғамбарымызға бүкіл қастандықтарын істеп, әти өзінің құлдарына тікен жинататын. Тікендерді жинатып, пайғамбарымыздың жүретін жолына төсейтін ана кісілер. Бір күні сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Абу Лахаб келіп, үйіне өзінің жуындысын төгіп жатқан кезде өзінің бауырын көріп қалады, Хамза радиаллаху анху. Екеуі де бауыр ғой, туған бауыр. Хамза бұны көрген кезде жыныстайды да бағанағы төккен мұсырды алады да қайтадан жинап алып Абу Лахабтың басына бірақ кигізеді. Абу Лахаб қорқақ болады. Ол ана өңкей дөкейлердің жанында жүріп, солармен бизнес жасағаннан кейін солардан шапағаты кетіп қалады. Олар мені теріс айналады, менің бизнесім жүрмей қалады деп, дүниесін ойлап, өзінің інісіне қастандық жасап жүрген адам. Сол үшін алдын айтқан ғой, Абу Талиб, қорқақ деп. Сен аналардың ат жағын жалап жүрсең, жүре бер дейді. Мынаны қорғайтын адам біз бармыз деп айтқан. Ал Хамза деген, бұл анау бауырларына 5 саусақ әртүрлі болады ғой. Но соның ішіндегі ең мықтысы, сол ауылдағы Батыр деген атқа ие болған, өзі көп деген неге баратын, жорықтарға және көп деген неге баратын, аңшылыққа баратын аңшы болатын. Сол бауыры өзінің ана Абу Лахабтың істеп отқан нәрсесін көріп, өзінің басына келіп, мұсырды төңкереді. Аны дір ете қалады. Тура ойыстып жасаған кезде Алла субхана тағала Құран-ы Кәрімнен аят түсіреді. Таббат яда аби лахаби ва табба. Ма агна анху малуху ва ма касаба. Sayasla narun zata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد деген Масад немесе Таббат сүресінің аяттары түсті. Ол сүренің аяттарында не деді? Бағана кір тастап отқан Абу Лахабтың екі қолы да құрысын деді. Ол екі қолы құрыды да. Оған атағы да, мал дүниесі де, бала шағасы да ешқандай пайда бермеді деген сүре түсті отыр. Оның әйелі де дейді, ол осы дүниеде оған қалай жаманшылыққа көмектесіп, тікендерін тасыған болатын болса дейді. Қиямет күні дейді, ол да күйеуінің отына отын тасушы болады деген Құраннан аят түсті. Яғни қиямет күні ана кісі отта жанады дейді Абу Лахаб. Соның отының тасушы ретінде соның әйелі отын тасиды деген аят түсті Құраннан. Пайғамбарымыз бұл Құранды оқиды, бұны сахабалар жаттайды, бұл елдердің құлағына жетеді. Сөйткен кезде бағана Абу Лахаб өштесіп жүрген, одан арман оталады. Мынау енді бұлай қоймай бізге өлең шығарыпты ғой дейді. Мынау бізге өлең шығарып, мен оған көрсетейін өлең шығарғанда, біз де оған өлең шығарамыз. Оның әйелі одан арман құйыршық. Ол көзі кәдімгідей қолына тас алып, кімді? Мұхаммедті көрсем, сол жерде басын жарайын деп жүр. Мынау бізде бұлай келе кеткен қойсы, бізге өлең айтып, оны елдердің бәрі жаттап алыпты дейді. Мен оған өлеңді көрсетейін деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қағбаның алдында отырса, жанында Абу Бақыр отыр. Ана жақта ана кісі келатыр. Умму Жамил келатыр. Немен? Таспен басын жарам. Умму Жамил. Абу Лахабтың әйелінің аты Умму Жамил. Умму Жамил таспен келатыр. Ей Абу Бақыр деп келатыр да. Сөйде пайғамбарымызға Абу Бақыр қарап тұрып айтады. Мынау деген Умму Жамил өте жаман әйел. Ниеті де қазір келетқан пейілді жаман. Сізге бір зиян тие ма деп қорқам, Алланың елшісі дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дейді. Уайымдама, ол мені көрмейді дейді. Абу Бақыр түсінбей қалады. Умму Жамил көріп, ей Абу Бақыр, досың қайда дейді. Ол болса маған өлең шығарыпты ғой. Ол болса осында ақын болса, мен де ақын, мен де өлең шығарам. Маған досыңды айт қайда екен, мен оның басын жарам деп айтады. Жанында кім отыр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тура жанында отыр. Абу Бақыр бүйтіп тұрады да, ол ақын емес дейді ғой.
Ол өтікті айтпайды деген кезде ана кісі бар деп сөйлеп өтіп кетеді жаңағы. Алланың елшісі ол сізді көрмеді ма десе, жоқ дейді. Алла субхана тағала оның көзін перделеп қойды дейді. Оның көзін перделеп қойды дейді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол кезде екі қызы бар. Қанша қызы бар еді негізі? Төртеу. Аттары? Осы Фатиманы бәріміз білеміз, ол кенжесі ол. Зейнеп, Руқия, Умму Күлсім, Фатима. Енді осы Зейнеп пен Руқияға Алла субхана тағала Умму Күлсім мен Руқияға екі қызы. Осыны Абу Лахабтың екі ұлына пайғамбарымыз аттастырып қойған болатын. Аттастырып қойды деген әлі үйленбеді бата, уже құдаласып қойған болатын. Сол кезде бағанағы таббат яда деген Құран аят түскен кезде Абу Лахаб бағана қатты ашуланып тұрып екі баласына айтады: ана Мұхаммедтің екі баласын сендер оған қиыншылық кезінде екі баласын аттастырып жеңілдік жасадыңдар дейді. Енді ол біздің жауымыз дейді. Енді алдыңдар да мына некелеріңді барып қиып, қыздарың екі қызын қайтарып беріңдер, некелерінен бас тартыңдар деген. Құрайыштардың любой қызын алып беремін сендерге. Бірақ та анау Мұхаммедтің екі қызын қайтарыңдар деп айтады. Анау болды дейді екі баласы. Ол екі баласының аттары кім еді? Утайба мен Утба деген болған. Утайба мен Утба деген екі ұлы. Ана Утайбасы әкесіне жағам деп жай ғана пайғамбарымыздың қызын бетіне қайтарып бере салу емес. Пайғамбарымызға келіп, оның жағасынан алып, ей, біздің әкеміздің жауы деп, сенің қыздарың бізге түкке де керек емес, міне сенің қызың деп бетіне тастайды. Утайба мен Утба. Сол кезде пайғамбарымыздың қызын бетіне тастап, бағанағы нәрсе істеген кезде әкеге ең ауыр тиетін немене? Оның қызын үйге әкеліп, сенің қызың жарамайды деген ең үлкен қиын нәрсе әкеге сол. Анау барып төркіннен, яғни үйленген жеріне төркініне әкеп тастаған қиын нәрсе ол. Сол кезде сөйтіп бетіне әкеп, бетіне пайғамбарымыз неше түрлі жаман балиғат сөздерін айтып, бір риуаяттарда бетіне түкіргені бар дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтамыз, адамдарға көп жұмсақ бол, бұлар сөз қайтармағанмен, бір рет сөз айтатын болса, ол сөз өтіп кетеді, ол дұға қабыл болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам я Раббым деп сол кезде айтты дейді. Кәдімгідей ашуланып кеткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Өзіңнің жыртқыштарыңнан болған бір жыртқышты мынаның артына салшы деп айтты. Осыған айтқан. Я Раббым, өзіңнің жыртқыштарынан болған бір жыртқышты мынаның артына салшы деген кезде ана кісі жүрегіне су өте қалады. Шошып кетеді. Өңі қашып үйіне қашады. Сол кезде бұны барып әкесіне айтады: Абу Лахаб, ана кісі маған осындай дұға жасады, Алладан сұрады десе, мен Мұхаммедтің дұғасынан қорқамын деді ана кісі. Неге? Ол кісі айтса, міндетті түрде қабыл болады. Ол кездегі Абу Лахаб миллиардер. Өзінің жүріп жатқан караван камаздары бар. Оның движениясын жасап жатқан бағана Утайба мен Утба деген екі баласы соның движенияларын жасап жүрген адамдар. Енді өмір тоқтай ма? Не істеу керек? Саудаға шығу керек. Саудаға барып кетіп бара жатқан кезде Шам өлкесіне Зарқа деген жер бар. Зарқа деген жерге бағанағы Утайба мен Абу Лахаб бірге барады. Сөзі Утайба дейді, бағанағы Мұхаммедтің сөзінен қорқып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жанына 20 жігіттерді жалдаған дейді. 20 жанында телохранитель жалдаған дейді ақшасына. Маған жыртқыштарынан болған бір жыртқыштың артына салшы деп айтты дейді. Зарқа деген жерде бір арыстан пайда болған екен. Ол арыстан адамдарды мазалап, адамдарға тиісіп жүрген бір арыстан болған екен. Соның дауысы естілді дейді. Деп. Сол кездегі мынау бірден қорқыды дейді Утайба. Мынау деген Мұхаммедтің маған деген уәдесі ғой. Мынау жыртқыш мені жейтін болды ғой. Деген кезде, ей, біз жанында 20 адам тұрмыз, уайымдама деген. Сендер бүгін мені биік жерге қойыңдар. Арыстан шығамайды деген сияқты бір биік таудың төбесінде жатам. Соның жанына 20 адам от жағып отырыңдар. Ешқайсысын көз ілмеңдер түнде деген кезде. Болды деп айтады. Сонымен бағанағы арыстанның дауысы жоқ болып кетеді дейді. Түнде Алланың қалауымен бағана 20 жігіт қанша көз қағым қарап отырса да, Алла субхана тағала ана арыстан тура жанына дейін жеткен ғой. Келіп ананың парша-паршасын денесін шығарып, именно басын шашқан ғой арыстан. Арыстан басын жеп, анау айғайлап жатады дейді.
Мұхаммедтің айтқан сөзі рас, Мұхаммедтің айтқан сөзі рас деп бағанағы жыртқыш не істеген екен?